Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бізден көп адам сұрайды, жаңағы көлікті қалай таңдаймыз, көлікті таңдауға кеңес беріңіздер деп. Көлік таңдаған кезде сіз ең бірінші көлігіңізді алар кезде біз енді қарайтын жаңа интернет дейміз ғой, интернет желісіндегі колесо kz деген бар, оны білесіздер барлығыңыз. Содан қарайсыз, одан кейін сіз кәдімгі авторынок дейміз, кәдімгі базар, көлік базары, сол жерге барып қарайсыз. Көлікті қараған кезде мен сіздерге кеңесім, сіздер автобазарға барып бір көріңіздер, жалпы қалай екен, не екен. Бірақ көбінесе интернеттен қарап, жеке адамға барып, сол автокөлікті қарасаңыздар болады. Себебі солай сатқан адамдар интернетке салып қояды, ол кісілерге срочно сату керек емес. Срочно сату керек болғанның өзінде ол кісілер енді дұрыс көлік екенін сізге дәлелдейді сіз барған кезде. Сосын уже сіз сенімді болып өзі жаңа айдап жүрген кісіден аласыз. Ал көбінесе енді интернетте де алыпсатарлар бар, автобазарда да алыпсатарлар бар, барлық жерде алыпсатарлар бар. Сол себепті оны сіз енді біле алмайсыз, тек көліктің жағдайын көргеннен кейін барып біле аласыз. Сіз мысалы көлікті көрдіңіз, содан кейін алам деп жаңа сол кісімен хабарласып бардыңыз, бір көлікті қарайсыз, оның жағдайын полный қарап шығу керек. Сосын сіз бірінші бюджетіңізді қарап алыңыз. Бюджетті қараған кезде ең бірінші сіз мысалы 2 миллионыңыз болса, 2 миллионға сіз ескі көлік аласыз. Ескі көлік алғаннан кейін оның жөндеуі бар деген сияқты. Мысалы сізде мынандай екі вариант шығар. Біреуі сіз ескі 90-нан бері қарай жылғы көліктерді аласыз, 2000-нан ары қарай, который тек аты бар. Мысалы Mercedes, BMW деген сияқты Toyotаның сол 2000 жылға дейінгі көліктерді аласыз 2 миллионға. Оның жағдайы өте нашар болуы мүмкін. Ол енді айтады ғой, жаңа Mercedesте тек қана жасы жоқ, ода тек состояниесі бар деп. Ол да мүмкін, бірақ соның өзінде 20-дан астам жыл болған көлікке сіз кепілдік бере алмайсыз. Оның темірі және жаңағы барлығы астындағы кузов дейміз, ол барлығы темір жылдан жылға шаршайды. Сол себепті сізде мынандай не болуы мүмкін. Мысалы Лада дейміз ғой, кәдімгі біздің Ресейдің шығарып жатқан көрші еліміз ғой, енді біздің емес, бірақ Ресей елі, сол ел шығарып жатқан көліктер бар, Лада деген мысалда. Сосын Өзбекстан шығарып жатқан көліктер бар, Корея шығарып жатқан көліктер бар. Ол көліктер жылы жаңа, бірақ сол 2 миллионға, жылы жаңа болғанда 2013, 2010, 14 деген сондай жылда сіз 2 миллионға көлік аласыз. Бірақ енді ол көліктердің сапасы жағынан нашарлау болады деп барлығы айтады. Нашарлау болатыны ол енді жаңағы 2000 жылдарға дейін жасалған миллионник деген ол жаңа қозғалтқыштың миллион километр жүруі. Миллионник дейді ғой. Енді бұл көліктер миллион. Мысалы бұл көліктер 120 000 километрден кейін, 200 000 километрден кейін уже ремонтты талап етеді қозғалтқышы. Сол себепті бұл көліктердің сапасы нашар деп айтады. Бірақ қазіргі ситуацияда мысалы сізде егер екі вариант тұрса, біреуі 94 жылғы, 98 жылғы мысалы Mercedes, немесе 2014 жылғы мысалы Lada Granta, Priora, сондай көліктерді сіз қараған кезде Ravon деген көліктер бар, Kia'лардың бар, Kia'лардан, бірақ қазір Kia'лар тоже қымбаттады. Сол себепті сізге жаңағы көліктермен, мысалы Mercedes пен Lada'ны салыстырасыз, қайсысы сізге алған дұрыс. Ана ескі көлікті алған кезде сіз ремонтқа баруыңыз керек болады, сондай нелер жасау керек болады, көп сервис жасау керек болады. Кейбір кезде оның запчасті табылмай қалуы да мүмкін. Сол өте қауіпті. Ал сіз жаңағындай ходовой көліктерді алсаңыз, Lada мысалы, Lada Granta, соны алып алдыңыз, сосын ол бұзылса, сіз барсаңыз, кез келген авто бөлшектер сатылатын жерде оған бөлшек табылады, запчасть табылады. Осы плюс ода. Және оның енді жылы жаңа, қанша ол люксовый көлік болмаса да, бірақ оның жылы жаңа деген әйтеуір аты бар да, 2014 жылғы мысалы ол. Сол себепті сіз сол Ладаны таңдай тұрғаныңыз дұрыс. Себебі 2 миллионға сіз алып, одан кейін ремонтқа қайта кіріп жүргеннен гөрі, кейін сату жағында ойлану керек. Мысалы Lada дегендер, Ладаның қай түрі болса да, енді жылы жаңалары. Сосын жаңағы Ravon дегендер, мысалы Nexia дейміз ғой, олардың сатылуы тез, ходовой машиналар. Олардың
жаңағы сіз алып алып сату ертең проблема болмайды. Сіз үстіне қосып сата алмауыңыз мүмкін, бірақ сіз өз бағасына сатуыңыз әбден мүмкін. Сол себепті ертең сіз ескі көлікті алып сату проблемасы болады сізде. Жаңа айтады ғой, көлікті алу проблемасы бар, және сату проблемасы бар. Сол себепті сатудан проблема жоқ деп ойламаңыздар. Көлікті алып алғаннан кейін сату жағында ойланыңыздар. Сіз көлікті алатын кезде сізге жаңа критериялар болу керек. Мысалы, ол көлік сізге не үшін керек? Сізге жай қалада жүру үшін керек. Мысалы да, одан кейін жаңа мектепке просто балаларыңызды садикке, мектепке апаруға керек деген сияқты. Сондайға қарайсыз. Немесе сізге жаңағы қаланың сыртына походқа шығуға керек болса, ол кезде ескілеу сіз жаңағы нені қарайсыз, иә, внедорожникті. Міне осылайша сіз өзіңіздің сізге не үшін керек екенін білуіңіз керек. Маған тек қалада жүріп тұруға керек десеңіз, простой жаңағындай ходовой көлікті алып, солай қалада жүрсеңіз болады. А пунктынан Б пунктына ол көлік сізді апарады. Осылайша, құрметті оқырмандар, біздің комментарийға жазыңыздар, сізде қандай көлік және қандай көлікті алғыңыз келіп жүр. Осында бізбен комментариймен бөлісіп, тоже өздеріңіздің ойларыңызды айтыңыздар.